Саламатсыздар, сіздермен бірге Мәке көбірінесі. Бүгінгі видеомызда біз осындай 3x3 кубик узорлар сіздерге көрсететін боламын. Алыншы видеомызға кеттік. Бұл узорлар не үшін керек десеңіздер, мысалы сіздер құрап полкаларыңызға қойып қоясыздар болмаса, тағы да басқа кездерде ол кәдімгідей тұрмас үшін, сәл де болсын әдемірек көріну үшін. Ең бірінші узорға келетін болсақ, ол шахматқа ұқсайды. Ол үшін біз бүкіл мынандай жерлердің бәрін бұрап шығамыз. Мысалы 1, 2, 1, 2. Мен қазір мына екі жағында екеуін бұрадым. Енді алдымен артын бұрайым. 1, 2, 1, 2. Міне бізде уже бір жағында шахмат болды. Енді мен төбесі мен астын бұраймын. 1, 2, 1, 2. Міне бізде енді осында шахматный узор шықты. Өте әдемі. Полкаларыңыз әдемілеп қойсаңыздар да болады. Ендеше біз келесі узорымызға кеттік. Енді біз екінші узорымыз гүлге ұқсайды. Енді оны істеу үшін бізге бүкіл мынандай ортасындағысын бір-бір реттен бұрап шығу керек. Мұны қараңыздар. 1, 2, 3, 4. Міне. Бұл жерде бізде мына жерлер гүл. Бүкіл жақтар осылайын үші ауысып, осылайын гүл ұқсап қалады. Енді 3x3 істелген узорларды 5x5 де істесе болады. 5x5 олар үлкенірек және де әдемірек көрінеді. Мысалы, шахматты алатын болсақ, дәл бағанағыдай барлық бұрышын екі реттен бұрап шығамыз. Қараңыздар. 1, 2. Сосын екеуін қосып тастап, 1, 2. Сосын 1, 2. 1, 2. Міне біз осындай рельс сияқты шықты. Енді тағы да бұраймыз. 1, 2, 1, 2. Тағы үшеуін қосып тастаймыз. 1, 2, төртеуін қосып тастаймыз. Және де бізде уже бір жағында узор шықты. Мына жағынан да узор шықты. Енді біз оны былай ұстап тағы да жасаймыз. Бірінші біреуін екі рет бұраймыз. Екіншісін екі рет бұраймыз. Бізде осындай өте әдемі 5x5 шахмат шығады. Енді 5x5-пен тағы да бір узор көрсете кетейін. Узор үшін бізге мына кішкентай ең ортасындағысын бір реттен барлық жағын бұрап шығамыз. Мына жағын бір рет, былай ұстаймыз, бір рет, былай ұстаймыз, бір рет, былай ұстаймыз, бір рет. Енді сіздер ойлайтын шығарсыздар, бұл да гүл сияқты, бірақ біз бұны тағы да өзгерте аламыз. Біз ол үшін үшеуін қосып ұстап солай бұраймыз. Үшеуін бір рет, былай насып. Үшеуін бір рет, үшеуін бір рет, сосын ең соңғы рет, үшеуін тағы бір рет. Бұл кезде бізде бұл екі есе гүл сияқты, өте әдемі көрінеді. Енді осы видеоның сіздерге пайдасы тиді деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Мәке көбірінесі. Каналға подписаться етіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Хош, сау болыңыздар.